Яғни аруақты сыйлау, аруақ қолдасын деген сөздер, аруақ желеп жебеп жүрсін дегеннің барлығы шариғатымызда рұқсат етілген. Біз ана аруақтар қолдасын дейді. Аруақтар қалай қолдайды ол? Өзі аруақ болса ол. Аруақ деген осы дүниеден өткен адам. Марқұмдардың аруағын тағзым ету, Алла тағалаға серік келтіру еместігін жақсы түсінуіміз керек. Аруаққа болсын, табынуды, содан сұрауды, бұл таза барып тұрған анық ширк. Аруақ желеп жебеп жүрсін дегеннің барлығы шариғатымызда рұқсат етілген. Ал бірақ олардан бірдеңе сұрау үшін баруға шариғат қоспаған. Онда зираттарға барып бірдеңе тілек тілеймін деп баратын болса, онда мүшрик болады. Аруақ қолдасын деген сөздер, аруақ желеп жебеп жүрсін дегеннің барлығы шариғатымызда рұқсат етілген. Жоқ, мома мұсылман, біз айтамыз, біз ата-баба аруақтарына сыйынбаймыз, бірақ біз оларды құрмет қыламыз, оларға көп дұғалар қыламыз. Біз оларға мұқтаж емеспіз, олар бізге мұқтаж. Олар біздің дұғаларымызға мұқтаж. Аруақ желеп жебеп жүрсін дегеннің барлығы шариғатымызда рұқсат етілген. Жоқ, кешіріңіз, қателестіңіз. Қазақ еш уақытта әруаққа сыйынбаған, әруақтан сұрамаған, әруақ қолдасын демеген. Марқұмдардың аруағын тағзым ету, Алла тағалаға серік келтіру. Аруаққа сыйынатын қазақ болайықшы дегені, кәпір болайықшы дегені, тозағы болайықшы айналайындар-ау, тозағы болайықшы деп шырылдап атқаны. Аруақ қолдасын деген сөздер. Дымыңды білмес, дүмшелерге дым молда боп, Құдайым оңда, әруағым өзің қолда деп. Аруақ желеп жебеп жүрсін дегеннің барлығы. Бауырлар, бұл ашық айтыламыз, бұл жол дұрыс жол емес. Аруақ деген рухтың көкше түрі. Біз қазақ халқы ешқашан аруаққа табынған халық емеспіз, табынбаймыз да. Шариғатымызда рұқсат етілген. Аруақты құрметтеу керек дейді. Мен де айтамын оны. Аруақты құрметтеу керек.